Есіңде ма деймін да. Соң қырғыздар келеді. Әбеке, андай үлкен шатпен жеңмеңдерші. Біз қырғыз қазақ бір туғамыз ғой. Жеңесің дейді, бірақ андай жүртпен жеңмеңдерші. Деп күні келіп тіштік бермей сөйтсе, олардың ойы арам екен. Сөйтті де бәріміз келістік. Айттым, біз екі қол сабағанша қақпайсың. Қағадыға нәрде? Ой, қаққанда қабырғаларымыз сынып, аяқтардың бәрі соның бәлесі ғой, кім жүре алмай жүргеніміз. Соны қақпайық, біз екі сабаламыз. Одан үшінші біздің балалар алса, мен саған әперемін. Сен апарып саласың. 2-де 1, 3-те 2, сондай устраивать. Ой, бай, кәнді бата қылып, сөйтіп шықтық. Көкпарға шығып баратқан кезінде солардың ішінде жүрген бір қазақ жігіт барады. Бәлешік келген Қырғызстаннан бірақ қазақтың қаны да қанша дегенмен. Мен иығымнан қақты да олай теріс жүрді. Бізді ипподромнан гостиницаға немен апаратын, 2 арыспен. Апарды, гостиницадан ипподромға апарды. Әбілхан деді, абайла деді, қырғыздар аузын ұрып кетеді деді. Сенбе бұларға деді. Сөйтсем шын екен. Көкпарға шықсақ бәрі қағады. Бұл қалай? Қарамайды. Енді төреші Москвадан келетін Руслан деген өзбек еді. Енді ана ғана келісіміз қаяқтық деп айтайын десең, анау естеді. Бұл енді тағы шатақ шығармай деп, қарасы қарамайды. Сома не керек? Көкпарда бір уақытта мен басып келатсам, мен тізгенін ұстап, нахалini аутқа шығарып жіберді. Одан кейін шыдай алмадым мен. Қамшымен қақпастан ұрдым, кеттім, қып-қыз сабасып. Қан болды анардың бәрі. Сонда біздің бір Оразғожа деген біздің тренеріміз еді, алып баратында. Сол жағы бір мені қағып әкеп, Бадүрге жанына ұрған кезде мынандай 50 тақтай сындырып жіберген. Етігімді кесіп кеткен. Сол сынған тақтай жұлып апты жағы ұрылар. Атта жаяу жүріп, аттағын ұрып, дәп-дәлі қан болды әлердің бәрі. Масқара болды. Сөйтсек, біз айтқан ғой, қазақтарды сөйтсек, аңқиып жүрген кезінде ұрып кетеміз деген. Соны бел тағыс еді біздің балаларға. Бел істегені бұлай болды. Біз самолетпен апарамыз аттарды деген біздің қазаққа. Қазақтар атты машина апарамыз десе, жоқ, самолетпен апарамыз, біздің самолетке салыңдар, сияды деген. Сия ма, сияды, ол болды. До последнего ертең жарыспасады деген кезде самолет болмай қалды деген. Сөйтсе, бұлар алдын ала бір ай бұрын барған еға. Түркменияға. Түркменияға барып, өрден барып, қырғыздар көбеген өрді. Сол қырғыздардың аттарының ішінен таңлап, жақсыларын алып, түрініріп жасап көрген, мынау жарайды. Жарамайды дегендерін қазаққа бересіңдер деп, сөйтіп қазаққа берсең. Көрдіңіз бе? Бел тағарады. Мына қырғыз халқы жүр. Мен өз өмірімде осы екі нәрсені көрдім.